Ustazım менен устазым, өзіңден өткен қаш жазып, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырып. Устазым менен устазым. Зердемді сен ашпасаң нетер едім, өмірден сыбағасыз кетер едім. Ғажайып дүниенің сырын жайып, қияға қызықтырып жетеледім. Устазым менен устазым, өзіңден өткен қаш жазып, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырып. Устазым менен устазым. Өзіңнен өмір қызық ала бердім, ұшырып мен алысқа қала бердім. Көп баланы тербеткен алып бесік тәрізді, алтын үйе мектептен дәріс аламаңызды. Бұл мектептен алған қана қаққан қорамдар, бұл мектептен таралған елін тиген оландар. Алтын үйе мектебім, ыстық сіңсе көзіме, балауша көктемім өтіп жатыр өзіңде. Армандарым көп менің, қайда келер еліме, жетелей бер мектебім сол армандар төріне. Кеудемде тұр сезімің, игі істерің тізілген, нұқ басып мен келемін үлкендердің әзімен. Ашық болсын аспаның, жарқырасын көкте күн, жаса мәңгі асқарың. Алтын үйе мектебім, алтын үйе мектебім, ыстық сіңсе көзіме,
толтырдық біз кеудеге, қателік те болды бізден кей жерде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көтердің. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келешекке. Sizler hürmetli ata-analar, ustazlar men qonaqlar. Жол табар қараңғыда адасқанды. Мал озбас біле білсең білім озар, ақыры керек болар. Ақыры керек болар бір сасқанда деп, Міржақып ақын айтқандай, тарадай болып кіріп, ақыл ойлары толысып, оң мен солын танытып, жақсы мен жаманды айыра білуді үйренген шәкірттеріміздің ұйымдастыруымен өткелі отырған сартылмас ұлылықтың бастауысын, саған мәңгі бар сенің бастауыш қатты ертеңгілігімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Көрнектің биіктен асқақспен, баулайтұғым білімге жас кішіден, 4 жыл бойы біліммен сусындатқан қоштасқалы күн келді бастауышпен. Бастауышты халықта тәріп деген, білім көзі деген сөз анық деген. Өйткені бастауышта баланшылық ең алғаш танысады әріппенен. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп табалдырған Эмine аттаған ұл қыздарыңыз ойлары толысып, бойлары өсіп, бастауыш сатысымен қоштасқалы отырмыз. Білім деген қауыздан гүл ашылған, оған керек таусылмайтын көп шыдам. Бар білімнің, бар ілімнің атасы, бастау олар бастауыш сатысынан. Бесіктегі баланың күлгенін көрген бір мұрат, алдына түсіп ананың жүргенін көрген бір мұрат. Толқимыз толқып тұрсыз баршамызда, мұндай күй болған сірә қаншамызда. Қол соғып қошеметтеп қарсы алайық, 4-ші сынып оқушылары ортамызда. Өйткені биік асуға беттеген аяулы ғұмыр, ажайып өмір осынау бал, күлкілі балалық шақтан басталады. Міне, бүгін біздің бүлдіршіндер өміріне өшпес із қалдырған бастауыш сыныбымен қоштасып, бір жылға тағы да есейгелі отыр. Ендеше қызықты да ғаламат өзгерістер сыйлаған, білім нәрмен сусындатқан өмірде өз жолдарын табуға жол сілтеген ұстаздарына, ата-аналарына өз өнерлерін көрсетуге дайын Қош Сәкеннің мектебі.
ұстаздар, құрметті ата-аналар, құрметті бүгінгі бастауыш бірлестігін аяқтап, мынау жоғарғы классқа, 5-ші классқа аттағалы тұрған біздің шәкірттеріміз. Біздер міне аманшылық болса, 5-6 күннен кейін мектепті аяқтаймыз. 25 мамырда соңғы оқу, мектебіміздің соңғы қоңырауы соғылады. Сөйтіп балаларымызды үлкен қанатын қатайтып, осы мектептің алтын ұясындағы армандаған мақсатына жететіндей үлкен талапқа аттанғалы отырмыз. Соның алдында сол ағалары мен апаларының ізбасарлары, мына біздің 4-ші классымыз аманшылықпенен 4-ші класстарын аяқтап, жоғары класстарға аттанады. 4 бастауышта өзі айтады, әрбір үйдің керемет салынуы оның фундаментінің мықтылығы дейді. Міне білімді ұрпақтың мықтылығы осы бастауыштан басталады. Мұғалімдерінің, жалпы ұстаздар қауымының ерекше бағалай кетуге болады. Себебі кішкене ғана тарыдай болып келген ұрпақтарыңызды таудай қылып, азамат қылып, оңды соңын танитындай жоғары классқа аттандыру, ол ұстаздың еңбегі, ұстаздың батырлығы деуге болады. Сіздер айтқанын орындата алмай отырған ерке балдарыңызды қандай қылып тәрбиелетеді? Міне сол ұстаздың батырлығы деп түсінуге болады. Енді осындай жақсы жұмыстарымызға тілекші болған ата-аналарым сіздерге көптен көп рахметін айтам. Себебі неге? Біздердің осындай атқарып жатқан жұмысымызға мұрындық болып, айтқан тапсырмаларымызға үлкен жауапкершілікпен бірігіп атсалып жүрген ата-ананың рөлі ерекше зор. Айтам, мұғалім, мектеп, ата-ана. Міне осы 3 нәрсенің тұғыры мықты болса, біздің ұрпағымыз өте мықты, биік болып өсуіне міндетті. Сондықтан біздің бүгінгі керемет қуанышты күніне бірігіп, бетпе-бет отырып, балаларымыздың жақсы күнін көрудің өзі үлкен ғанибет. Міне ата-ана мен ұстаздың ең армандайтын бақытының күні осы күн деп бағалауымыз керек. Сіздерге көптен көп рахмет айтам. Балдарыңыз білімді болсын, асқар таудай азамат болсын, аңсаған, армандаған үлкен биігіне қол жеткізіп, сіздердің осы шаршап жүргендегі еңбегіңіздің рахатын көрсететін нағыз қазақтың ұл-қызы болуына мен тілектеспін. Бұл мына ұстаздар қауымын мен әр уақытта қадір тұтамын. Неге? Себебі біздің осындай шәкірттерімізді білімділікпен, тәрбиемен, өнермен, спортпен, барлық бойындағы жақсы нәрін шәкіртіне беру арқылы өзінің еңбегін бағалайтын болса, сол еңбектің иесі біздің ұстаздар. Сіздердің еңбектеріңіздің рахатын көріңіздер, балдарыңыз үлкен биіктен көрінсін. Біз мақтанатындай нағыз мықты ұл-қыз болып өсуіне шын жүректен тілектеспін. Ал балдарым, бүгін міне биылғы жыл ерекше. Сіздер бұрын 4-ші кластың бітіргенінің бәрі төрде тұратын еді. Ал сіздер бүгін мектеп бітіріп кеткен жақсы ағаларың мен апаларыңның орнында отырсыңдар. Неге? Біздің ертең мектебіміздің мықты шәкірті болып, Сәкен атаның атындағы аталған мектебінің мәртебесін биік көтеретін мықты озат, өнерлі оқушы болып, соның ізін қуатын жақсы азамат болсын деп, солардың орнына отырғызып жатырмыз. Жақсы адамның жүрген жерінен түк қалады дейді. Біздің осы мектебімізде қаншама мықты оқушыларымыз балалар бітіріп азамат болып кетті. Соның айғағы 20 жыл бұрын біздің мектебімізде бітіріп кеткен шәкірттеріміз 20 жылдан кейін келіп, осы мектепке бір жетіспей жүрген, мына музыкалық аспап еді, қол жетпей жүрген. Соны біздің ұрпақтарымыз өнерлі болсын, ешқандай тарықпасын, ата-аналары мен ұстаздарының қалтасына түспесін деп, міне мынандай керемет аппаратураны бізге сыйлады. Соның алғашқы қадамының өнерін сіздер тыңдап жүрсіңдер. Сондықтан осындай азамат болыңдар балалар, қалталы азамат болыңдар.
қолдарыңның жақсы жетістіктерін жеткізіп жүретін азамат болыңдар, білімді болыңдар, білекті болыңдар, жақсы отанын жерін сүйетін мықты азамат болыңдар деп мен сіздерге тілегімді білдіргім келеді. Бүгінгі жалпы өмір бақытты болмайды екен, адамның күндері бақытты болады екен. Оның бәрі өмірі бақытты болса, адам өмірдің не екенін түсінбейді. Тек қана күні бақытты болады да, өмір қилы-қилы болады. Сондықтан ал шәкірттерім мен сіздерге тілейтінім, бақытты күндеріңіз көп болсын. Рахмет сізге Ләззат апай. Ұрпақпен өмір жолы жолғанады, көңілді күндер тусын алдан әлі, ән шашу әсемәуен түрлі өнер. Бүгінгі күн сіздерге арналады дей келе, өзіңіздің құрметіңізге жолданар биді қабыл алыңыз. Би қазақ би. Мектебім білім бер, алдан ям, ер жетіп сенен сөзім атты санам. Бауылған 4 жыл бойы ата-анамдай, әрқашан қасиетті атын маған. Арада өтсе дағы дүркіреп жыл, әр күні балалықтай бұл жүрек бұл. Өзіңе борыштамын өмір бойы, есейген шәкіртіңнің серті деп біл. Ұлылықтан аққа тұтар үнемі, алтын ие ақ босаға киелі. Қанат қаққан білім алып, өзіңнен күлі шәкірт саған басын иеді. Мектеп деген үлкен білім бұлағы, ұстаз бенен шәкірттердің тұрағы. Айқарашып құшағын, кел сусында оқа біл деп тұрады. Жаман құстар сақтандырған, жақсы істі мақтан қылған ұстаздарға сәлем жолдап, ән шашуын бір өзіңе атқа алған, ән ұстазым. Тыңдаған күнердегі толғанды, шындаған тәрбиенен толғанды,
ұмтылмастай көңілде мәңгі қалатын, сағына әркез суреттерді парақтап, шәкірттерін жиі еске алатын. Білім алған өзіңе дәрігер ұшыш бар ғылым саған ыстық сезіммен қарайды жұрт мұғалім. Сізде мектепке келгеніміз, сыныпқа енгеніміз, жасқан шақта тұрардан тасырғап, шақта өзің қолым ұстасым сеңгіріктен. Бар біздің өнді бейін білейтін, деп апайларымыздың құрметіне арналған биді тамашаларыңыздар. Би, өнді бейі!
Қазақ халқы еш уақытта соғыс тілемейді, бейбітшілік үшін күреседі. Биыл елімізде ұлы жеңістің 70 жылдығы тойланып өтілді. Мектебімізде сыныптар аралығында түрлі іс-шаралар өткізілді. Еліміз, жеріміз тыныш болып, әрқашанда бейбітшілік заман болды. Ал қанекей, қызығына күлейік. Ал қанекей көрейік, қызығына күлейік. Осы жолға кезекті білгенімізге берейік. Бей өздік бе? жақсы оқып, елге қалаулы азамат болса екен дейді. Халқымызда мынадай бір нақты сөз бар. Анаңды Меккеге 3 рет арқалап барсаң да, борышыңды өтей алмайсың деген. Алайда ардақты анамыздың ақ сүтін ақтай білгенге не жетсін? Жақсы шәкірт азамат атанады, халқынан ата-анадан баталады. Ұрпағына айтсын деп ақ тілегін, ортаға шақырайық ата-ананы деп құттықтау сөз кезегін ата-аналарымызға береміз. Ардақты ана, аяулы ана, қымбаттым, сәбиіңді әлдилігімен түн қарттың, ақ сүтіңмен тал бойыма нәр бердің, кең құшағын аясындай гүл бақтың. Дей келе аналарымызға аналар әнді қабыл алыңыздар. Ән әкелерің. Ал ұстаздар, құрметті ұстаздарына оқушылар, бүгінгі мына мерекелерің құтты болсын. Мына бастауышты бітіріп, үлкен азамат болып жатсыңдар. Осының бәрі сендердің ұстаздарыңның арқасы. Ұстаз қай уақытта мықты болса, бала қарап мықты болады.
Рахмет. Балалар, соның арқасының бәрі, соның осы еңбектің бәрі ләззат сіздің арқаңыз. Мінекей, мен осы үшінші баланы оқытып, үшінші баланы 4-ші класстан бітіріп жатырмын мінекей. Осы келгенімізге шүкір жаман емеспіз, жақсымыз. Балаларымыз да жақсы, жаман қалған жоқпыз. Ендігі жерде де мерейлерің өсе берсін. Мынау нелерің, балаларың бұнда білімді бола берсін. Балаларыңның қызығын көре беріңдер, ұстаздар. Жастар ұзақ болсын, семьяларыңдар бақытты болыңдар. Сендер бақытты болсаңдар, бала да бақытты болады. Осы алдымен ертең Құдайдан болса бір қысымды оқытып жатырмын, колледжде қолдан мұғалім болып көзге келеді. Мен айтып, қазір тияқта қарап дедім. Қолдан ұзақта қарап деп, сен еңбек біледі, қылтай шығатырмын. Жаман емес әйтеуір, Құдайға шүкір. Осындай Алла тәрбиелеген ұстаздар сендерге қайта-қайта сендерге де рахмет айтамын, сен бұларыңнан көбінесе еңбегі Алла еңбектердің жемістері әрқашан бола берсін. Сенде әлдилумен түн қаттың, ақ түстіңмен тал бойыма нар бердің, кең құшағын аясындай гүл бақтың дей келе, аналарыңызға, аналар, әнді қабыл алыңыздар. Ән, әкелерім, оны орындайтын Ахмет Мерген. Отаным менің кең байтақ әр бай, онда әр түрлі халықтар тұрады. Олар бір-бірімен тату дос. Қазақ халқы еш уақытта соғыс тілемейді, бейбітшілік үшін күреседі.
Bu yıl yerimizde Ulu Şükrü'nün 70 жылдығы тойланып өтілді. Мектебімізде сыныптар аралығында түрлі іс-шаралар өткізілді. Еліміз, жеріміз тыныш болып, әрқашанда бейбітшілік заман болсын. Қолымызға қару алып келеді. Отан деген көкейде жатталып, зор айқасқа кеттік көздер аттанып, біз сендерде қыдырмадық кешқұрым, біз сендерде арман гүлін. Қазақстан тәуелсіз ел тұғырлы, болғай деймін бейбіт күнім ғұмырлы, өткен жайып келеді ұлы отаным, қазір мұны күллі әлем ұғынды. Сиректі қайтып жеде бірлік қозмақ қалауы, балды жолды тоқтардың қоқта жақлар алауы, біздердей орнағысты жас өкені бар еді, ешқашанда еуге тиіс емес жалауы. Маған қымбат сайында өскен әрбірі, шат күлші дос жаранның ғұрыбыны, ақыл беріп аялайтын анамдай, бастан ұшына құштасаңыз біз бүгін. Хор тәуелсіздік болаңыз.
Отарымда бейбітшілік орнаған, біз олардың жан тыңдап қорғалған, азаттықпен достығына шалғайды, астан адай бой көшілген ордадан дегендей келесі кезекті әнге береміз. Ән Алға Қазақстан, орындайтын Сабыр Қадыржан. Небо тысячи глаз сверху смотрит на нас, только небо одно. Никого не видно, снег ли с неба летит, льет ли с неба вода, только небо с тобой, лишь оно навсегда. Наши слова, там друзей голоса, ни любви, ни беды, ни
Linda. This is bubble number 5. Second.
boyu bilim bergen мәпелеп, anamızday biz sıylayımız hastaylıp, rahmet sizge, ustaz apay mınav, unutmayımız, jüremiz de dertip, degендей келесі кезекте биге береміз, би жұмыртылыш би.
ойымыз да сырымыз, бір мектептің ұлы менен қызымыз, бірдей үздік оқуда да еңбекте күліп ойнап біріміз бен біріміз. Бастауышта шырқалмаған жыр бар ма? Бастауышта айтылмаған сыр бар ма? Бастауышта алған білім жылдарыма азық болар қалай мәңгі жылдарға. Білім алған өзіңнен, дәрігер шышпар қылып, саған ыстық сезіммен қарайды жұрт мұғалім. Шивіс елге таза ашық тағамында, ақ жауапты күрілдеп атанында, ақ көзатты балалар сүйіншіліп ақ бағында Саңғызым көк аспанда самғасын, желбіресің көк байрағын самғасын, жасыланда биік ұста туыңды, жарқыратып туған жердің таппасын. Бір тарап атқа тастап 4 жылды, ұмытпаймыз ұстазымды жат ізгі, пана болған, дана болған біз үшін, жанымыздан артық керек біз сізді. Ақыл айтты анаң тай салмақты. Мектеп, қосау қону қиын. Бастауыштың соңғанын шырқап бүгін. Бастауыштың береміз соңғы биін, биік қазақ биі. Алайда ол басқалардан біз үшін өзгеше де абыройлы қымбатты деп келесі кезекте әнге береміз. Ән мектебім. Оны айтатын мереке. Мектебім
қалмықты. Нұр құйған санасына зейінінің нұлы шам сәулесіне мейірімің, дарыттың адамдықты шәкіртіңе, дамыттың дарын отын бейіндіңе. Қазақ дүние жүрген жүздің егістен, құлағыма өзің беген кеместен, жанарымды алыстатқа қана жол көз жұмсамда көген тұғым егестен. Сәт қаланулардан бірсіні пайынағы, арамыз өздермек, болашаққа барамыз. Өмірдегі жолымды бір өзіңнен бастан, әрбір ағасымен бастан ұстазым естен кетпес мәңгілікке мейірімен жауырына. Ақыл тілін үйреткен, ана тілін оқыдық, ерекшесі құрметпен, ана тілін сүйеміз, құрметпен бас иеміз, ана тілмен қоштасамыз, әдебиетпен достасамыз. Таралған жақсы өткен мұраттардан жан қой, әдей деген шуақтарға жатталады, жан жүрекке езіміз, адамның аяулы өзі сияқтанады. Біздер сіздің елді тоқтанамыз, менен жүректері сақлады, біз әлі биіктеп көрінеміз, үміт пен сенім сақталады. Мектебім алдын ием нұрын жарып, мектебім алдын ием нұрын жарып, қайнаттың үмітінің гүлін жарып, сүйкімді сенің күміс қоңырауың тұрады, құлағымды сыңғырға. Алдын ием мектебім аялаған баланы біздің саялаған үлкен жоға түсіп, шәкірттерім заманға да жақсыға қана болған. Үлкен көтеріп әр баланың сусындатып білімнің тұнығынан, сізге қарыз ғаламда бар пенде нәр алып ұшып шыққан қойныңнан. Мектеп бағытында жарасуға, ізгілікке мейірім бәрі ұстап, қанат қағып кешегі балапандар ақыл білім жеткізіп санасын. Білімдіміз әрқашан бағалымыз, білім алып әліде шаттанамыз, қымбатты ұстаздарым сау болыңдар, біз осымен болашаққа аттанамыз. Шәкірттердің тыңдап жауап сұраған, жас санаға төктің білім шуаған, хат танытып жол сілтедің біздерге, барша жанға құрметтісің ұстазым. Ұмытпаймын жанымызды, білім нәрін екедің. Қош қымбатты ұстазым, қош бастауыш мектебім. Өтті сенде қызық шағым, бастауышым бал бұлағым. Қоштасар күн жетті міне, қимастықпен қол бұлғаймын. Қош бол бастаушым.
балдар бақытты болсын, денің сау болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Жемісті болыңдар, табысты болыңдар. Оқыдан ұзат болыңдар, білімді болыңдар. Бақыттарын өрлей берсін. Мына алдымен ұстаздарына семьяларыңызға бақытты болыңдар, өмірлері ұзақ болсын, осындай балаларды көптеп өсіре беріңіздер. Ұлдарым, балаларым ертеңгілерінде осы алған білімдерін әрі қарай жалғастырып, ата-аналарына, апайларына, мұғалімдеріне ешқандай да жаман алып бермей, әрқашанда мектептің алды болып, үлгілі балалар болыңдар, қыздар болыңдар, үлгілі шәкірт болыңдар. Мен ұстаздар қауымына бәріне көптен рахметімді айтамын. Айгүл, гүлнұр, қыздаргүл, отбасыларың бәрі аман болсын. Балаларым, асылдарың ашық болсын, бақытты өмір болсын. Ешкімге әрі қарай жалғастырып, үлкен ғалым болыңдар. Алайық келе сәтті ойға түйіп, қалар бір шапағаты өкке тиіп, қол жайып үлкендердің пейіліне бәріміз бір ауыздан әумин дейік. Ақыры жүріп анықпас, еңбегі кетпес далаға, ұстазға еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, абай атамыз айтқандай. Білім берген біздерге, рахмет ұстаз сіздерге. Мың алғыс сізге біздей тілектерден, мың алғыс мынау отты жүректерден дей келе, сарқылмас ұлылықтың бастауысын, саған мәңгі басем бастаушым атты ертеңгілігімізді қорытындылау үшін сөз кезегін мектебіміздің басшысы Ләззат апайға сөз береміз. Оқушылар, бүгін сіздердің керемет білімділігіңмен бірге өнерлерін қатар жүрген керемет шәкірт екендеріңізді байқаттыңыздар. Білімді екендеріңізді, өнерлі екендеріңізді, сонымен қарай өте мәдениетті екендеріңізді білдіртіп жатсыңдар. Осының бәрі өздеріңнің мынау отбасыларындағы тәрбиелерімен бірге мектептегі ұстаздарының берген тәрбиелерінің арқасы. Сондықтан да балаларым, мына мерекелерің құтты болсын. Өздеріңіздің мына отбасындағы алған тәрбиелеріңе, алтын ұядағы мектептеріндегі алған тәрбиемен білімге кір келтірмей, үлкен азамат болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Мынау осындай өнердің ішінде адамның жүрегін үлкен тебірентетіндей ой тастадыңыздар. Ол сіздердің өнердің құдіреттілігі деп түсіну керек. Мынау қазақ билеріндегі өзіңнің ұлтыңа дегендегі сүйіспеншілігіңді көрсеттіңіздер. Сонымен бірге мына жерде көгілдір аспан биіндегі адам ойланатындай, өмірдің қандай қиыншылығынан жеңе білетіндей, үлкен ақылды азамат болсын деген өте бейнені әдемі келтірдіңіздер. Сонымен міне жігіттер осындай болу керек. Ертең отанын, жерін, қазақ жеріне ешқандай кір келтірмейтіндей, аналарыңды, әкелеріңді біздің қазақ ұлтының жеріне кір шалдырмайтындай ертең мықты халықтың қаһарманы болатын азамат екендеріңді, білекті, керемет қазақтың жігіт екенін өнерден көрсеттіңдер. Міне соны сезетін адамда жүрек болу керек, көретін көз болу керек, тыңдайтын құлақ болу керек. Сол өнерлерін талмасын. Осындай біліммен бірге өнерге дегендегі құштарлығыңды оятқан, мынау 4 жыл бойы білім нәрімен сусындатқан Айгүл апайларыңа, Қыздаргүл апайларыңа, Гүлнұр апайларыңа және сонымен бірге басшылық жасап, осы бастауыштың біліміне ұйытқы болып жүрген Сәрсенбаева Майра апайларыңа және өнерден осындай өнер көрсетіп жатқан апайларыңызға барлығына мен рахмет айтамын. Өнерлі болыңыздар. Мына 4-ші кластың ұстаздары сіздерге айтатын барлықтарыңызға творчестволық табыс, мықты денсаулық, осындай керемет
біліммен бірге өнерге балаларыңызды тәрбиелей беріңіздер. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Ата-ана жолдастар, бала деген шыбық. Ол шыбықты сіз қалай егетін болсаңыз, қалай оған құрмет көрсететін болсаңыз, уақытында суарып, уақытында баптап жүретін болсаңыз, ол әдемі өседі. Ал егер де оған ешқандай баптау көрсетпесең, оны қамқорлығыңа алмасаң, оны мәпелемесең, ол қисық-қисық болып өседі. Сондықтан да бала деген алып ұшып тұрған керемет үлпілдеген жүрек сияқты. Оған сол жүрегіне дұрыс сөз сөйлеу керек. Балам, сен бүгін кереметсің. Балам, сен керемет, өте өнер көрсеттің. Тіптен өнер көрсете алмасаң да, отырған тұлғаңа мен тойып қайттым. Сен сондай бір мықты балам екеніне менің мәртебем көтеріліп қуанып қайттым деп, балаға кез келген жақсы сөзіменен сусындаттырып отыру керек. Мен әрбір балаға дегендегі махаббатым оянып, осындай ұстаз болғаныма, осындай балалардың анасы болғаныма, осындай мамандықты таңдағаныма Құдайға мыңда бір шүкіршілік етіп, Аллаға тәубе етіп отырмын. Осындай балаларға қол жеткізе алмай жүрген қаншама аналар бар. Осындай балалардың қызығын көре алмай жүрген қаншама әкелер бар. Сондықтан да ата-ана жолдастар, балалардың әрбір ісіне шүкіршілік етіп, оның мейірімін тек қана жақсы сөздеріңізбенен сусындатып жүріңіздер. Ол үшін мықты денсаулық керек, жақсы жылы сөз керек. Сондықтан да бүгін сіздердің барлық балаларың мейлі өнерін көрсетсін, мейлі өнерін көрсетпесін, анау жерде тұрып тілекші болып тұрғанның өзі қандай, бұлар шексіз ақпарат сияқты. Сондықтан да сондай шексіз ақпаратты жүректеріне кір шалдырмай, Алла сіздерге қуат беріп, балаларыңыздың әрбір қызығына осындай тең отырып көру жазсын деп сіздерге рахметімді айтамын. Бүгін керемет күн балалар, күндері нұрлы болсын, бақытты болыңдар. Менің балдарымның бәрі осындай керемет екендігін мақтан тұтып, енді міне 3 класс жетекшіміз аманшылық болса келесі оқу жылында 1-ші класты қабылдайды. Балдарыңыз да келіңіздер, немерелеріңіз да келіңіздер, шөберелеріңіз да келіңіздер. Біздің мектептің әр уақытында еңбектері талмай, біліммен бірге өнермен, жақсы тәрбиеменен тәрбиелене беретін ұстаздар мықты екендігін ескерте отырып, балдарым, сапарларың сәтті болсын, қадамдарың оң болсын.
Yaxşı. Otur. Hey, otur bana otur. Otur. Oldu. Karayım түсірем. Кішкене түсір, төмен түсір қолдарына. Кішкене түсір. Қараймыз, түсірем. Қабілет. Туған